Ал қыздар, бүгін интимная гигиена жайлы айтатын боламыз, яғни тазалық. Астыңғы жақтың тазалығының 6 нақты қағидасы бар, иә. Соны қазір тұрақты түрде айтып өтетін боламын. Неге біз бірінші тазалық жайлы әңгіме айтып жатырмыз? Себебі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген атам қазақ. Кеттік онда. Каналға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Яғни тәулігіне бір рет, ең аз дегенде бір реттен астыңызды жуып отыруыңыз керексіз. Күнделікті. Және де жеке сүлгі арнаңыз. Оны жиі ауыстырып және де жуып отыру керексіз. Екіншісі, қарапайым қара судың өзімен жуыңыз. Яғни ағынды жылы су. Көптеген қыз келіншектер гельдер не болмаса сабындармен жуынады. Бұл өте былайша айтқан кезде зиян. Себебі сіздің астыңғы жағыңыздағы жатырдың өзінің қорғаныс қабаты болады. Соны сіз жуып тастайсыз. Сол себептен қабыну пайда болады. Және де үшінші қағидамыз, біздің алдынан артқа қарай жуамыз. Егер де сіздің жатырыңыздағы микробтар, бактериялар анусқа түссе, яғни ішекке түссе, тік ішекке, онда ешқандай зиян болмайды. Ал егер де наоборот, тік ішектегі анустағы микробтарыңыз жатырға түсетін болса, онда ол жерде бактериялар пайда болып, қабыну пайда болып, сізде артық выделениялар келіп, сіздің мазаңызда алуы әбден мүмкін. Тоқтамайтын выделениялардың себебі де осы болуы мүмкін. Сол себептен алдынан артқа қарай сүртеміз және алдынан артқа қарай жуамыз. Келесі қағида бұл без фанатизмі. Яғни жуған кезде, ой, мен жуынам, тазаланам деп ысқыланып, қатты зақым келетіндей жуынып, не болмаса қатты тазару үшін 5-6 сабын түрлерін, гигиеналық гельдер түрлерін жуып, олай қолданбаңыздар. Не болмаса қатты ыстық сумен жуыну деген болады, иә. Өйтіп сіздер астыңғы жағыңызды зақымдап алуларыңыз мүмкін. Сол себептен жуған кезде обычный теплый водамен, ағынды сумен жуғандарыңыз өте дұрыс болады. Және де бесінші, егер де сіз қарапайым су жеткіліксіз деп ойласаңыз, онда нейтральный сабындарды қолданыңыз. Яғни детское мыло деген сияқты зиянсыз, сондай гипоаллергенный, соларды қолданғаныңыз дұрыс. Себебі егер де сіз басқа гигиеналық заттарды қолдансаңыз, олар сіздің флораңызды өзгертіп жіберіп, одан кейін молочница деген нәрселер сізді мазалауы мүмкін. Жақпай қалған кезде сондай әртүрлі выделениялар келуі мүмкін. Ол кезде қатты қайта врачқа барып өзіңіз күмәндана бермеулеріңізді сұраймыз. Себебі ауа райының өзгеруіне, мысалға презервативтің жақпауына, тағы немене, кейбір тамақтарды дұрыс жемегеніңізге байланысты астыңызда молочницалар келуі мүмкін 1-2 күнде. Ал егер одан көп сізді выделение мазаласа, әрине врачқа қаралғаныңыз дұрыс. Ең басты қағида, міне 6-шы қағида, күнделікті қолданатын ежедневник, яғни прокладка төсеніштерді қолдану өте зиян деп есептейміз. Себебі олар қалдықтардан жасалынады, мусорлардан жасалынады, және де оны 2 сағат сайын ауыстырып отыру өте маңызды. Жаздың күндері мүлде тақпаған дұрыс. Себебі астыңызда выделение келеді, ол анау ауа өтпейтін целлофановый сондай төсеніш тұрады. Ол сол екі ортада базданып, бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Ол сіздің қайда барады енді? Былай қарай өте алмағандықтан жатырыңыздың ішіне барады, содан әртүрлі аурулар пайда болады. Сол себепте сіздерден үлкен өтініш, ежедневник деген нәрсені көп қолданбаңыздар. Жақсы, егер де сіздерде басқа да сұрақтарыңыз қалып қалған болса, бізге сұрақтарыңызды комментарияға қойып кетіңіздер, біз міндетті түрде жауап береміз.